Қайырлы кеш, құрметті оқушылар. Бүгінгі видеода біз сіздермен жаңа тарауды бастаймыз. Ол бізде микробиология және биотехнология тарауы. Бұл жерде жалпы тірі ағзалар, нақтырақ айтқанда, көбірек біз бактерияларға, сосын плюс вирустарға тоқталатын боламыз. Олардың құрылысы, қандай аурулар тудырады, қандай пайдасы бар, зияны бар, және тірі ағзаларды жалпы өмірімізде қандай мақсатта қолданамыз. Жалпы сол туралы болады. Әртүрлі әдістер болады, технологиялар болады, бұның барлығы осы тарауда болады. Бұл тарауды біз 2-3 видеоға бөліп түсіндіретін боламыз. Бұдан келетін сұрақтарды. Ендеше біз бастайық. Бактерия жасушасындағы қозғалу мүшесі. Бактерия біз білеміз. Бұл бізде прокариоттар, яғни ядросы дамымаған ағзалар. Ең алғаш пайда болған ағзалардың бірі. Бұлардың қозғалу мүшесі не болады? Бірінші вариант желбезек дейді, жоқ болмайды. Желбезек бұл бізде суда тіршілік ететін омыртқалыларда, балықтарда болады желбезек. Одан басқа ұлуларда да болады. Бірақ бұл көп жасушалы эукариотты ағзаларда. Бактерия бізде ол бір жасушалы прокариот. Сондықтан дұрыс емес. Жалған аяқтар дейді. Жалған аяқтар бұл бізде қарапайым эукариоттарда, яғни бір жасушаларда, ал нақтырақ айтсақ, ол амебаларда болады. Жалған аяқтылар деп те атайды бұл амебаларды. Қарапайымдылар. Одан кейін талшық, қарапайымдылардың ішінде де талшықтылары болады, ішінде түрлері, типтері. Ал бізде бактерияларда талшықтар арқылы қозғалады. Яғни кез келген бактерияның пішініне қарамай, олардың қозғалыс мүшелері талшықтары болады. Осы талшықтар арқылы бұлар бір бағытқа қозғалады екен. Ал параподиялар дегеніміз, бұл кімдерде болады? Бұл шұбалшаңдарда болады. Шұбалшаң. Олардың параподиялары болады. Так, оларда шұбалшаңдарда, яғни бұлтықұрттарда параподиялар болады екен. Одан басқа тағы да біз мына амебалардың жалған аяқтарын не деп атайтын едік? Псевдоподиялар деп те атаймыз, жалған аяқтыларды. Так, кеттік, келесі сұрақ. Бактерияның қолайсыз жағдайларда қорғану үшін түсетін тыныштық күйі. Яғни, қолайсыз ортаға, допустим, туберкулез ауруын тудыратын коқ таяқшасы, ол адамның ішінде тіршілік етеді. Яғни өкпені зақымдайды. Бірақ қақырықпен немесе түкірікпен сыртқа шыққан бактерия топыраққа түсетін болса, ол не істейді? Ол сыртынан қорғаныш қабатын түседі. Мына бактерия сыртынан қорғаныш қабатын түседі. Бұл қорғаныш қабаты бұны қолайсыз жағдайдан аман қалуына көмектеседі. Яғни белгілі бір уақытта ол қайтадан шаңға ілесіп басқа адамның ішіне түсетін болса, ол қайтадан спорасынан шығып тіршілігін жалғастырады. Яғни бұл бір сондай тыныштық күйі деп айтсақ болады. Ол жерде ол көбеймейді, қозғалмайды. Так, біріншісі бізде ол циста деп аталады. Циста дегеніміз не? Бұл циста қарапайымдылардың тура осындай тыныштық күйі. Қарапайым ағзалардың. Яғни ол бактерияның емес, ол эукариоттарда болады циста дегеніміз. Так, одан кейін споралар. Спора дегеніміз жалпы екі түрлі мағынаны береді. Ол мысалы споралы өсімдіктерде ол көбею мүшесі болып табылады. Яғни споралар арқылы көбейеді. Екіншісі болатын болса, тура осы бактериялардың тыныштық күйі, спора деп аталады. Финна дегеніміз бұл паразитті құрттардың нелері, ұрықтары, олардың жұмыртқалары, финналар деп аталады. Яғни бір ағзадан түсіп, екінші ағзаға жабысқатын осы екі ортада ұрығы, олардікі финналар деп аталады. Ал зигота дегеніміз бұл ұрықтанған жұмыртқа жасуша. Яғни тірі ағзаның дамуының ең алғашқы кезеңі осы зиготадан басталады. Шар тәрізді бактериялардың атауы. Бұл жерде біз нені көреміз? Бактериялардың негізгі пішіндерін көреміз. Бактериялардың бірнеше пішіндері бар. Ол мынау мектеп кітабындағы суреттен де байқасақ болады. Бациллалар бұл бізде таяқша пішіндес. Таяқша. Таяққа ұқсайды. Қайда мұнда? Міне, бациллалар. Міне мынау таяқ сияқты. Бұған мысал ретінде
нені жатқызсақ болады? Ол коқ таяқшасы. Коқ таяқшасы ол неге жатады? Ол бациллаларға жатады. Одан басқа бізде жерде кездесетін ол шіріту бактериясы бар. Шіріту бактериялары, шіріту таяқшалары деп атады. Одан кейін шөп таяқшалары, бұның барлығы осы бациллалардың түрлеріне жатады. Оның ішінде, получается, бізде паразитті түрлері бар дедік. Біріншісі, ол мынау коқ таяқшасы болады, сіреспе таяқшасы болады. Одан кейін симбионттар бар, яғни ол біздің ішегімізде тіршілік ететін пайдалы бактерияларға жатады. Яғни ол бірнеше түрлері барлығы емес, ол бізде ішек таяқшалары. Симбионт, иә? Escherichia coli деп атаймыз. Ол бізде ішек таяқшасы. Бұнда әртүрлі эксперименттерде қолданатын бактериялардың біреуіне жатады. Одан кейін бізде тағы да спирулинаны да осы бациллалардың түріне жатқызады екен. Ол бізде қандай бактерияға жатады? Фотосинтездеуші бактерияларға жатады. Фотосинтез. Яғни көкжасыл балдырлар, иә? Ол бізде спирулина. Осыған жатқызады. Так, одан кейін вибриондар. Вибриондарды қазақша не деп атайды? Бұны біз үтір тәрізді. Яғни пішіні неге ұқсайды? Үтірге ұқсайды. Мына жерде бар ма? Міне, мыналар. Мына жерден пішін бациллаға ұқсас қойған, бірақ негізгі пішіні мынандай болып келеді. Бір шеті жуандау, бір шеті жіңішкелеу, мынандай үтірге ұқсайды. Бір шеті сүйір болып келеді, бір шеті дөңестелген болып келеді. Бұл бізде вибриондар. Бұның ішінде вибриондардың қазір алда бір сұрақты талдайтын боламыз оған байланысты, сондықтан айтып кетірейін. Спириллалар, олар неге ұқсайды? Спиралиге ұқсайды, яғни иректелген болып келеді. Бұлайынан пішіні. Спириллалар. Түсінікті? Так. Спириллалар, то есть бұндай ирек тәрізділер, спирилла мен екінші қасына тағы біреу бар, ол бізде спирохеталар. Спирилла және спирохеталар бар. Және ең соңғысы, және дұрыс жауап, бұл бізде коккалар. Кокка дегеніміз бұл шар тәрізділер. Шар тәрізді бактериялар. Міне, егер мына шар тәрізді бактериялар әрқайсы жеке-жеке тіршілік етсе, оны біз коккалар деп атаймыз. Егер олар тізбектеліп тіршілік етсе, мына моншақ тәрізді колония түсетін болса, оны біз стрептококкалар деп атаймыз. Егер ол колонияның пішіні жүзім сияқты болатын болса, оны біз стафилококкалар деп атаймыз. Бұл колониялар екеу-екеуде бірігіп тіршілік етсе, оны біз диплококкалар деп атаймыз. Енді осыған байланысты енді дальше кетеді. Төртеу болса, ол тетракоккалар деп аталады, ағырай, одан да көп жинақталған болса, сарциналар деп атайды и так далее. Бұл бізде осындай колония түзіп тіршілік ететін коккалардың түрі. Одан кейін балаларда коккалардың бір түрі бар, балаларда инфекциялық ауру тудыратын. Кітапта келеді, инфекциялық ауру кімдерде? Балаларда. Ол бізде алтын тәрізді стафилококк. Бұның аты келеді именно. Алтын тәрізді. Не? Стафилококк. Міне, алтын тәрізді стафилококктар. Так, кетті. Келесі сұрақ. Бактерия жасуша қабырғасының өсімдік жасушасынан салыстырғанда болмайтын зат. Нені салыстырып тұрмыз? Бактерия мен өсімдік жасушасын салыстырып тұрмыз, және бактерияда не нәрсе болмайды? Нәруыз дейді. Нәруыз болады. Я, екеуінде де нәруіз болады. То есть құрамында міндетті түрде ол нәруіз болады. Яғни ол не болуы мүмкін? Мысалы, тасымалдаушы нәруіздар болуы мүмкін. Әртүрлі антиген қызметін атқаратын нәруіздар болуы мүмкін. Сондықтан нәруіз жоқ деген сөз ол вариант емес, ол барлығында бар. Целлюлоза. Целлюлоза бұл өсімдікте болады. Көмірсу, күрделі көмірсу. Ал бактерияда болмайды. Целлюлозаның орнында болады не бар сыртында? Сыртында. То есть, былай деп айтамыз. Екеуінде де сыртында қатты қабырғасы бар. Қатты қабырғасы бар. Ол міне. Клеточная стенка дегеніміз осы. Ол кімде бар? Өсімдіктерде де бар.
жануарларда да бар. Өсімдіктерде ол целлюлозадан тұрады, ал бактерияларда ол мурейиннен тұрады. Мурейин. Міне, мурейиннен тұрады. Липид, мурейин деген бұл екеуінде де болады. Сондықтан мына мурейин дегеніміз бұл егер болатын зат десе біз белгілейтін едік, ал бізде болмайтын затты сұрап тұр. Сондықтан бактерияда целлюлоза болмайды. Тырысқақ холера ауруын қоздырушы бактерияның пішіні. Жаңа ғана айттық, иә? Ол ирек пішінділер. Ирек пішінділердің бізде спирохета мен қайсы бар еді? Екінші спирулиналар бар еді. Спириллалар бар еді, сори. Спирилла және спирохеталар бар еді. Таяқша тәрізділер, бұлар коқ таяқшаларын айттық, ауру тудыратын. Шар тәрізділерді коккаларды айттық. Соңғысы үтір тәрізділерді қазір талдаймыз дедім. Осы үтір пішінді ол холера ауруын тудырады, қазақшасы тырысқақ. Бұл аурудың негізгі белгілері диарея және құсу, то есть дегидратация ғой негізгі белгісі. Ол дегеніміз сусыздану. Ағзаның сусыздануы. Ағза суды өте көп жоғалтады. Бұл инфекциялық ауру, бұл таза емес көкөніш, емес, қысқасы таза емес судан жұғады. Бұл көбінесе дамушы елдерде көбірек дамыған. Бұл тырысқақ бактериясы, холера бактериясы. Топырақ құнарлылығын арттыратын ауадағы азотты сіңіретін бактериялар. Азотты сіңіретін бактериялар. Біз тура осы тараудан алдын біз биосфера, популяция және экология тарауын талдаған болатынбыз. Және ол жерде бұл бактерияларға өте көп тоқталдық. Сондықтан бұған дейінгі видеоларды қараңыздар. Шіріту бактериясы. Ол топырақ құнарлылығын арттырады ма? Арттырады, бірақ ауадағы азотты сіңірмейді. Бұл жапырақтарды, яғни өрекселерді шірітеді, органикалық заттарды биоорганикалық заттарға дейін ыдыратады. Титратты фактор. Екіншісі түйнек бактериялар. Түйнек бактериялары бұл бұршақ тұқымдас өсімдіктердің тамырларымен селбесіп тіршілік етеді. Және екеуі де бір-біріне пайда келтіреді. Сонда бұның негізгі жұмысы ауадағы бос азотты неге дейін? Аммиакқа дейін сіңіру. То есть ауадан сіңіреді бұл. Сондықтан түйнек бактериялары осыған жатады. Бірақ өсімдік тікелей бұны сіңірмейді. Сондықтан ортада не бар? Бізде нитрификациялаушы және аммонификациялаушы. Аммонификациялаушы бактериялары бар. Бұл мынау нені түседі? Аммиактан нитрит, нитраттарды түсетін бактериялар. Сүт қышқыл бактериялар болса, бұны сіздер неден білесіздер? Бұл айран ұйту. То есть сүтті ашытуға қолданатын бактериялар, осы сүт қышқылды бактериялар. Айран, не нәрседе сүтті заттарды ашытатын. Соған қолданады. Ал паразитті бактериялары болса, бұлар өте көп. Қарапайым жаңа айтқан коқ таяқшасы. Бұл бізде нені тудырады? Өкпеде ауру тудырады. Ағза ішіндегі патогенді жоятын заттар. Сұрақ, патогендерді жоятын заттар қандай заттар? Антибиотиктер ма? Я, патогендер жояды. Антисептиктер ма? Я, патогенді жояды. Қалған витамин мен гормон, наоборот, бұл пайдалы. Енді келесі нәрсе бұл ағза ішіндегін сұрап тұр. Ағза ішіндегі болатын болса, ол антибиотиктер болады. Сондықтан біз әртүрлі бактериялық ауруларға ұшыраған кезде біз антибиотиктер ішеміз. Ал ағза сыртындағы болатын болса, ол бізде антисептиктер болады. Сондықтан больницаларға, оқу ордаларына барсаңыздар, кірген жерде не тұрады? Антисептик тұрады. Сонымен қолымызды шайып кіреміз, потому что қолдың бетінде бактерияларды жоятын, яғни ағза сыртындағы заттарды жоятын патогендерді, ол антисептиктер болып табылады. Бактерияларды зақымдайтын вирустар.
яғни арнайы вирустар бар, олардың жұмысы бактерияларды жою. Вибриондар, жоқ, вибриондардың өзі бұл не нәрсе? Бұл бактериялар. Ауру тудыратын бактериялар, жаңағы біздің холераларымыз осыған жатады. Бактериофактор. Факт дегеніміз бұл жеу деген сөз. Нені жейді бұл? Бактерияны жейді. Я, сондықтан бұл вирус бізде бактерия жегіш вирусымыз. Бұл вирустың аты, мына вирустың аты бактериофаг деп аталады. Так, плазмидтер дегеніміз не? Плазмидтер деген бұл бактерияның ішінде қосымша ДНК деп атасақ болады. Қосымша ДНК. То есть бактерия бар, оның ішінде негізгі өзінің ДНК-сы бар. Одан бөлек мынандай сақина тәріздес қосымша ДНК-сы бар. Мұнда антибиотиктер туралы, әртүрлі уыттар туралы информация сақталады. Плазмидтер. Және бұны гендік инженерияда жақсы қолданады. Бұл басқа бір өзіндегі бұл плазмидті келесі бактерияға конъюгация арқылы бере алады и так далее. Яғни бұл өзінше бір тақырып плазмидтер. Детритофагтар дегеніміз нелер? Бұлар жаңағы органикалық заттарды бейорганик заттарға дейін ыдырататын ағзаларды айтамыз. Фаг тоже жеу, нені жейді бұл? Детритті жейді, яғни өлекселерді жейді. Мысалы, бұған жаңағы бактерияларды жатқызсақ болады топырақтағы, және шұбалшаңдарды жатқызсақ болады, органик заттар бейорганик заттарға дейін ыдырататын ағзалар. 97 жылы Шотландияда клондау әдісімен алынған алғашқы ағза. Клондау дегеніміз бір ағзаның копиясын жасау. Тура өзінде екінші бір ағзаны жасау. Дрозофила, жоқ, бұл дрозофила шыбыны ғой. Бұны алғаш қолданған кім? Томас Морган. Неде қолданды бұл? Генетикада қолданды. Яғни бұл жыныс генетикасының дрозофила шыбыны өте қарапайым, классика деп атасақ та болады. Қарапайым шыбын 10-14 күн тіршілік етеді, өте тез көбейеді, аз тіршілік етеді, сондықтан тәжірибеде қолданған кезде өте ыңғайлы, көп уходты да қажет етпейді. Морган бұны қолданды, жыныс генетикасында да қолданды. Бұл шыбын бізде, яғни оны естеріңізде болар. Көзінің түсі, денесі қара, қанаты қысқа, көзі қызыл деген шыбындарды будандастыру арқылы олардың ұрпаққа белгілерінің қалай берілетіндігін анықтаған болатын. Долли қойы. Я, осы долли қойы бізде жауап болады, яғни мұнда негізгі алғашқы ағза емес, алғашқы қой десек те жақсы болатын еді. Яғни не істеді? Бір қойдың ядросын, ішіндегі ядросын алып тастап, жасушасының тек қана цитоплазмасын қалдырды. Екінші бір қойдың жасушасын тек ядросын алды. Неден? Цитоплазмасынан қалдырды. Және осы ядроны келесі неге орналастырды? Зиготаға орналастырды. Яғни жұмыртқа жасушасына орналастырды. Және бұдан дамыған қой, яғни мұны бізде зигота болды. Ары қарай соңында не шықты? Қой шықты мынандай. Міне. Бұл қой қай қойды қайталады копиясы қылып, мына қойды қайталады. Мына жердегі тұрған қойды қайталады міне. Өйткені осының не салынды? Жасуша ядросы алынды. Және мынаның жұмыртқа жасушасының ішіне салынды. Нәтижесінде мына қойдың клоны жасалды. Және бұл қойдың қойға қандай ат қойды? Сенің атың Долли деп қойды. Және бұл Шотландияда жүргізілген. Гибридома дегеніміз ше? Гибридома дегеніміз бұл антидене алу мақсатында жасалған. Бұның да историясын білесіздер. Не істейді? Рак жасушасын алады. Рак жасушасына не істейді? Арнайы бір аурудан пайда болған антиденелерді ендіреді. Және рак жасушасы білесіздер, қасиеттерінің бірі тоқтамай өте тез көбею. Көбейген кезде антиденелер де өте көп түзді. Сол түзілген антиденелерді бөліп алып, ауруға қарсы қолданылды. Сол өте көп түзілген жасушаларды біз не деп атадық? Гибридомалар деп атадық. Бұл жерде бұл тәжірибеде тышқанды пайдаланған еді. Аллофенді тышқан дегеніміз бұл әртүрлі тышқаннан жасалынған бір тышқан деп айтсақ болады. То есть оның бір ата-анасы бар, 2, 3, 4 ата-анасы бар. Осының гендерін араластырып, олтырып алынған тышқанды
біз аллофенді тышқан деп атаймыз. Оның түсі де бірдей емес, ала-бұла болады. Оның денесінен гендері де әртүрлі болады, бірақ осы тышқанды не деп атадық? Аллофенді тышқан. Яғни біреуінің әрқайсының әртүрлі гендерін қоса отырып, бір ағзаның пайда болуы. Бұл бізде аллофенді тышқан. ДНК молекуласы нақты анықталған сайттар бойынша кесетін фермент. Лигаза не істейді? Лигаза кеспейді. Бұл наоборот тігеді. Нені тігеді? ДНК-ның ДНК репликациясы жүрген кезде праймаза келіп праймерлерді қойып кететін еді ғой. Одан кейін оны алып тастап, орнына нені қойды? ДНК полимераза жаңа азот негіздерді қойды. Соның арасын тігетін, екеуін бір-біріне қосатын лигаза ферменттер болады. Немесе мына жерде, мысалы, плазмида бар, мына жерге жаңа бір ген қойылды, допустим, солай ойлаңыздар. Осы ортаны бір-біріне тігетін лигаза ферменттері. Полимераза наоборот, ол не істейді? Синтездейді. Нені? Жаңа тізбекті синтездейді ДНК-ның. Яғни, бұл комплементарлы тізбекті синтездейді, бір-біріне сәйкес келетін. Рестриктаза. Рестриктаза осы негізі жауап болады. Оның қызметі не? Бұл қайшы сияқты кесу. Мына жерде плазмида. Плазмидаға біз өзімізге керекті генді қоюымыз керек, мына векторға. Сондықтан бұл жерде именно анықталған деп тұр, мына жерде нақты анықталған бөлікті қайшы сияқты кеседі. Кескеннен кейін бізге керекті генді осы жерге келіп орналастырамыз. Орналастырғаннан кейін ол жерді қайтып лигаза не істейді? Тігіп тастайды. Міне осылай. Инсулин дейміз, бұл гормон. Мына жерде тағы бір сіздер шатасуларыңыз мүмкін, егер жауаптардың бірінде инсулин емес, мысалы, хеликаза деп берсе. Хеликаза деген фермент бар. Хеликазада бұл кесетін фермент. Бұл да кесетін фермент. Бірақ бұл нені кеседі? Бұл сутектік байланыстарды кеседі арасында. То есть, оның жұмысы мына жерде цитозин мен гуаниннің арасын кесу. Ол қай кезде болады? ДНК-ның репликациясы, ДНК қос тізбекті болатын болса, осыны екіге бөліп, әрқайсы тізбектің қасына жаңа тізбекті түсіп, не істеу керек еді? Бұны екі еселеу керек еді. Сол кезде мынаның арасындағы, то есть аденин, тимин, гуанин, цитозиннің арасындағы мына сутектік байланыстарды кесу қызметі, то есть былайынан ұзынынан кесетін. Бұл хеликаза. Шатаспаймыз, е? Так, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлық видеоны көргендер көп рахмет. Бұған дейінгі видеоларды қараңыздар. Бұдан кейін де шығатын тақырыптың жалғасын қарауды ұмытпаңыздар. Сау, саламат болыңыздар.